Майкош влог каналына тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Шәуәл айындағы 6 күндік ораза. Дінімізде кейбір уақыттардың өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері бар. Рамазан айының артынша келетін Шәуәл айының да өзіне тән артықшылықтары көп. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деп, бұл айда ұсталатын 6 күн оразаның мол сауабын сүйіншілеген. Бұл ораза сауабының 1 жылға пара-пар келуін былайша түсінуге болады. Алла тағала Құран-ы Кәрімде кімде-кім бір жақсылық жасаса, оған оның 10 есе қарымы беріледі деген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның 1 жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. 1 жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайтын Рамазан айтының алғашқы күні мен Құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есе молайса, онда 36 күндік оразада 1 жыл ауыз бекітудің сауабы бар деген сөз. Осыған байланысты Шәуәл айындағы оразаға қатысты көпшіліктің көкейінде жүрген кейбір мәселелерге тоқталуды жөн көрдік. Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни, мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірілген пайғамбарымыздың хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады, және оны айт күнінің 2-ші күнінен бастап ұстаса болады. Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан, сонымен қатар арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Дегенмен, Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі адамның белгіленген ажалы айтпай келетіндіктен, алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс. Бұған қоса жоғарыда келтірілген хадисте Рамазан оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса делінгенін ескерсек, әуелі Рамазанның қазасын өтеудің абзалдығын ұғамыз. Осы айда қаза оразасын ұстап, нәпіл ораза ұстауға уақыты жетпей қалған адамдар үшін де Шәуәл айының уәделі сауабы үміт етіледі. Бірақ бұл нәпіл оразаға уақыты жетпей қалғандар үшін, әсілінде әр оразаны жеке-жеке ұстау қажет. Бұл жоғарыда келтірілген 1 жылдық сауаптың математикалық есебіне де сай келіп тұр. Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүйіншілеген 1 жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз, оны ұстамау үлкен күнә. Шәуәл оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазына 10 минут қалғанда ауыз бекітіледі, басталып шам намазына дейін жалғасады. Шәуәл айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүйсенбі күні мен бейсенбі күні апталық істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтерілерде аузымның берік болғанын ұнатамын деді. Тирмизи. Рамазаннан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза тұтудың жыл бойы ауыз бекіткенге теңестірілуі Алла тағаланың мейірімінің шексіз екенінің бір көрінісі. Яғни, Хақ тағала өзіне тән рақымымен құлының жасаған ғибадатына бірнеше есе артық сауап жазып, ақыретімізді құтқаруға илахи мол мүмкіндік тудырады. Алла тағала ниеттерімізді қабыл еткей. Әмин.